Қайырлы күн, достар. Кептірілген жемістерден шығыс бәлішін дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге ұн, сары май, қант, корица, жұмыртқа, бал және қопсытқыш қажет. Әуелі ұнға корицаны, қопсытқышты қосып араластырып аламыз. Содан соң шұңғыл ыдысқа сары май мен қантты салып, миксермен массаға айналғанша қозғаймыз. Әрі қарай жұмыртқаны қосып, тағы да миксермен араластырамыз. Балды қосамыз. Барлығы толық массаға айналған соң үстінен ұн қосамыз. Миксермен содан соң қолмен араластырып қамыр илейміз. Қамырымызды пешке арналған ыдысқа жайып салып, 180 градуста 20-25 минуттай пісіріп аламыз. Дайын болған коржды ұсақтап турап, блендерде ұнтақтап аламыз. Ұнтағымыздың үстінен сары майды салып араластырамыз. Дайын массаны арнайы қалыпқа салып, оның үстінен курага, жаңғақ, мейіз және тағы басқа кептірілген жемістерді ұсақ бөліктерге бөліп саламыз. Ең соңынан қойытылған сүтті құямыз, бетін тегістейміз. Торт салатын ыдысқа салып, дастарханға ұсынуға болады. Міне достар, дәмі тіл үйіретін кептірілген жемістерден шығыс бәліші дайын болды. Шаймен ішуге, қонақтарға ұсынуға болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Каналыма жазылып лайк қоюды, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше аман болыңыздар.